Сәлеметсіздер ме балалар? Алгебра пәні 7-ші сынып, пән мұғалімі Ташманова Мадина Бақтияровна. Сабақтың тақырыбы санның стандарт түрі. Оқу мақсаттары: сандарды стандарт түрде жазу. Стандарт түрде жазылған санның мәнді бөлігін және ретін табу. Планеталардың көлемдерін, бактерия, молекула, тозаң өлшемдері, сандары өте кішкентай немесе өте үлкен болуы мүмкін. Дәл сондай сандарды біз оның дәреже көрсеткіші арқылы жазуымызға болады. Ең үлкен сандар мен ең кіші сандар стандарт түрге келтірілген деп айтылады, егер ол А көбейтілген 10-ның n түрінде жазылған болса. Мұндағы А санның мәнді бөлігі, n санның реті. Санның реті қаншалықты үлкен не кіші екендігін көрсетеді. Жердің массасы мен су молекуласының диаметрін стандарт түрде жазуға көшейік. Жердің массасы 5,98 көбейтілген 10-ның 24 дәрежесі килограмм. Мұндағы 24 санның реті. 5,98 мәнді бөлігі. Су молекуласының диаметрінің стандарт түрде жазылуы 3 көбейтілген 10-ның -2 дәрежесі. Мұндағы -10 санның реті 3 мәнді бөлігі. Жаңа тақырыпты қорытындылау мақсатында бірнеше тапсырма орындайық. Берілген тапсырманы жауабымен сәйкестендіріп, оның жалған не ақиқат екендігін анықтаңыз. Жарайсыз. Келесі тапсырма: санды стандарт түрдегі жазылуымен сәйкестендіріңіз. Өте жақсы. Сабақтың соңын көңіл-күй рефлексиясымен аяқтаймыз. Сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.